Осы күні әлеуметтік желіні не ақпараттық сайттарда ашып қалсаңыз, жұлдыз деп айдар таққан әнші блогерлер туралы ақпарат самсап тұрады. Көзге іліккен бірнешеуін ғана мысалға келтірейін. Ерке Есмахан бала күтушілеріне бағалы сыйлық берді. Дәурен Айдарқұлов көпшілікке үйленгенін хабарлады. Кімнен? Әкемнен бе? Жұлдыз Әбдікәрімова желіде қызына жүктілігі жайлы айтқан сәтінен видеоны бөлісті. Екінші рет ажырасу оңай емес, күйеуінің опасыздығын айтқан блогер жүкті екенін жариялады. Ұстайтын жері қалмапты. Сәкен Майғазиевтің жаңа түскен келініне жұрт аяушылық білдірді. Міне, осылай кете береді. Оған қарап, апырай, сонда біздің елде жазатын басқа мәселе жоқ па деген ой келеді. Жұрт неге әнші блогердің жүріс-тұрысын, ішкен жегенін қалт жібермей қарап, бір-бірімен таласып талқылап жатады. Танымал адамдарды тақырып қылып езіп, содан қаралым, көрілім жинау қайдан шықты? Рейтинг қуалаймыз деп, халықтың, оның ішінде жас ұрпақтың санасын улап жатқан жоқпыз ба? Жалпы осы танымал тұлғаларды билік керек кезінде өз пайдасына қолданып, жұрт назарын басқа жаққа бұрып отыра ма? Бүгінгі талқымыз осы. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, мен Айбек Қосан, сіздерді арнамызды қолдап, лайк деп тапсаңыздар, лайк басып, пікір жазуға шақырамын. Олай болса, ұрса тұрыс жоқ, бастайық. Қарапайым халық күнделікті күйбең тірлік пен экономикалық күйзелістен шаршайды. Сондықтан миына жеңіл, көңіл бөлетін, эмоция тудыратын контент қажет. Әнші мен блогердің жеке өмірі сол бос кеңістікті толтыратын қолжетімді драма. Басқаша айтқанда, олар үшін бұл шындықтан қашудың бір түрі дейді сарапшылар. Кей адамдар Мадина тұрмысқа шығыпты, Дәурен айырылысыпты деген жаңалықты оқығанда өз өмірін ұмытып, өзіне биік қызық өмірге үңілгендей болады. Әсіресе әлеуметтік желі дамып, әр адамның қолына бір смартфон тигелі ақпараттық алаңның шаңы шыға бастады. Интернет кей адамдардың ішіндегі запыранын шығаратын, негативін төгетін алаңға айналды деген пікірлер жиі айтылады. Медиа нарықта ұзақ жыл жұмыс істеп келе жатқан Алмас Тоқабаев біреуді талқылау бұрын да болған, қазір де бар, бола да береді деген пікірде. Бір қанатты сөз бар әлеуметтік желіде. Сенің ақымақ екеніңді бұрын таныс туыстарың ғана білетін, қазір бүкіл әлем біледі дейтін. Әлеуметтік желінің арқасында. Негізі ол қалыпты дүние ғой. Біреудің жетістігін өсектеу, біреудің кемшілігін сөз қылу, өсек аяң, қазағым баяғыда айтып кеткен, әлгі 30 тістен шыққан сөз 30 рулы ерге тарайды деп. Ол кезде қазіргідей интернет әлеуметтік желі болған жоқ, сондықтан да ауыл аймақ әрі кетсе аудан көлемінде істеп қоятын, болмаса үлкен атағынан ат үркетін зиялы қауым өкілдерінің өзі бірінің артынан бірі ашып, қазақ әдебиетінің баяғыдағы әрбір саны бірін бірі қаралаған, жоқтаған, сөйткен бүйткен мақалаға толып жүретін. Бұрын біз маңайымызды ғана білсек, маңайымызды ғана өсектесек, қазір бүкіл әлемде өсектей беретіндей технологияның сондай жетістігін байланып отырмыз. Қалыпты нәрсе деп ойлаймын мен ол. YouTube, TikTok, Instagram сияқты платформаларда не көрсетілетінін бүгін редактор емес, алгоритм шешетін болған. Бұл жүйе қарапайым қағидамен жұмыс істейді. Кім көбірек эмоция тудырса, соны көбірек көрсетеді. Платформаның басты мақсаты қолданушыны экран алдында ұзақ ұстау. Ал ол үшін ең тиімді құрал эмоция. Реніш, таңданыс, ашу, қызғаныш, жанжал бәрі адамды ұстап қалады. Біреу ашуланып коммент жазады, біреу күліп репост жасайды, біреу келіспей таласады. Алгоритм үшін осының бәрі бір ғана сигнал. Мына контент қызық. Сондықтан ол бейнені миллиондаған адамға ұсына бастайды. Ал білім, ғылым, саясат сияқты контент эмоция емес, ойлануды талап етеді. Көрермен ондай видеоны қарап болған соң пікір қалдырмайды, реакция білдірмейді көбіне. Сондықтан алгоритм оны құрғақ контент деп есептеп, әрі қарай таратпайды. Осылайша экранды ашқан адам хайп көреді, төбелес көреді, бірақ талдау мен білімді көзі шалмайды. Бұл эмоция экономикасының заңы. Осыны түсінген ақпараттық құралдар рейтингтің бәйгесінде бірінші келу үшін болмашы дүниені бұрқыратып жариялайды. Оқылымды дүние ұсынамыз деп, түкке тұрмайтын, ешқандай да бір құнарлы беретін еш нәрсесі жоқ ақпараттармен толтырып жатыр. Осы әлеуметтік желілерде де, бұқаралық ақпарат құралдарының көптеген сайттарында біз тіпті ресми ақпараттық құралдардың өзінде осындай дүниелер бірінші орынға шығып кетіп отыр. Не себепті? Өйткені, өзің айтқандай, оқылымды дүние жинаймыз,
оқырман жинаймыз, көрермен жинаймыз деген түсінік. Біреудің көйлегі, біреудің тойы, біреудің жаңағы дүниеге келген баласы. Бұл енді тұрмыстағы бір жай ғана қарапайым нәрселерді осы медиаға келіп тықпалау, бұл жерде жаңағыдай оқырманға ұсыну бір жағынан ұят. Медианың кері кеткендігі деп айтар едім. Өйткені сол сайттардың көпшілігі жарысып бір-бірімен рейтинг қуып жарысып, оқырман іздеп жарысып, бір жаман нәрсеге жүгіріп жатыр да. Керісінше сауатты, керісінше бір халыққа пайдасы бар ақпараттарды бергеннің орнына сол жаңағы өзіміз кінәліміз бәрі. Ақпараттық сайттар мен контент өндірушілер де осы жүйенің ішінде өмір сүріп отыр. Олардың табысы қаралым мен жарнамаға тәуелді. Сондықтан олар да рейтинг қуалайды. Саяси сараптама 2000 қаралым, блогердің ажырасуы 200 000 деген айырмашылық редактор үшін бәрін шешеді. Сайттар мен арналар әдейі жеңіл, хайптық тақырыпты бірінші бетке шығарады, ал маңызды сараптамаларды төменге көміп тастайды. Кейде тіпті қоғам назарын бұру үшін арнайы осындай шуылдақ материалдар тарататыны жасырын емес. Бұл кликбейт мәдениеті, яғни шын мазмұннан бұрын тақырып пен эмоцияны сату дәстүрі. Ақпаратты сату керек, бірақ түрлі медианың басшылығында отырғандар мұның қаупін, салдарын түсіну керек шығар. Әншілерді шығарып қойған өзіміз, жаңағы блогерлерді шығарып жүрген өзіміз, бүкіл жаңағы жарнама жүрген өзіміз, сөйтіп отырып айтамыз, бізде неге солай, неге бұлай деп. Енді бұл жерде сол біздің мәдениетіміздің деңгейінің түрі осы. Қазіргі мынау медиадағы басшылар, медиа менеджер деп жүрміз, сол мынау мәдениеттің құлағын ұстағандар, ақпараттың құлағын ұстағандар ойлану керек. Қоғам қайда бара жатыр? Осы сұйық ақпаратпен, жеңіл ақпаратпен, мынау ала-құла ақпаратпен біз қай кезге дейін, қашанға дейін барамыз, оқырманды қашанға дейін ұстап тұра аламыз? Біраз уақыттан кейін оқырман одан да жиіркеніп, тіпті қарамай қоюы мүмкін, оқымай қоюы мүмкін, көрмей қоюы мүмкін. Оған ақысы бар, өйткені қызық емес. Өзің айтқандайын, бір әншінің мысалы, немесе бір блогердің жаңағы керек емес соның өмірі, мысалы, сол бір жағынан қоғамды бүлдіріп жатыр. Кішкентай балалар өсіп келе жатқан қазіргі мысалы мектеп оқушылары, студенттер соларға қарап ойлайды, қазіргі эфирден түспейтін, мысалы порталдардан түспейтін, сайттан түспейтін осылардың өмірі қызық екен. Осылар бай екен деп солардың өмірін әрі қарай қызықтап кетеді да, жеңіл нәрсеге ауыспай, олардың санасы өспейді. Қазақстанда медиа сауаттылық сала ретінде енді дамып келеді. Көп адам ақпаратты талдау, салыстыру, күмәнмен қарау мәдениетін меңгермеген. Оның үстіне телевидениеде, интернетте ұзақ жылдар бойы тұлға культін, яғни жұлдыз, селебритилерді асқан қарқынмен насихаттап келеді. Сондықтан жұрт кім не киді, кіммен айырылысты деген жаңалыққа үйреніп қалған. Ақпаратты да ақылмен тұтыну керек. Күн сайын не көріп, не оқитынымыз біздің ойлау жүйемізді, талғамымызды, тіпті мінезімізді қалыптастырады. Егер таңертеңнен кешке дейін кімнің тойы өтті, кіммен ұрысты, қай блогер не киді деген жаңалықты қарап отырсақ, миымыз сол ақпаратпен ластанады. Ақпаратта азық сияқты, сапалысын алсаң, санаң сергек болады. Қоқысты жинасаң, ойың шаршайды. Тым артық, жеңіл, пайдасыз контентті үздіксіз қабылдай берген адам бір сәттен кейін терең ойлаудан қалып фокусын жоғалтады. Бұған психологтар ақпараттық шаршау деп ат берген. Ал ол дерттің ең үлкен белгісі маңызды дүниеге енжарлық. Елде не болып жатыр, қоғам қайда бара жатыр дегенге емес, жұлдыздар әлемде не жаңалық дегенге елеңдеу. Осы дертті қоғам санасына жұқтырған өзіміздің медиа нарық дейді мамандар. Оқырман, өзі көрермен, оқырман сәби сияқты. Сен тәтті беріп алдайсың ба, қандай нәрсе бересің, соған алданып, соның жолымен кетеді да, соны көріп мәз болып отырады. Ал енді қарап отырсақ, ас үйдің өзінде ас ішіп отырып, біз сол әншілердің өмірін талқылап отырамыз, жаңағыдай, солардың оқиғаларын айтып отырамыз. Ал енді қоғамдағы басқа өзекті нәрселер, мысалы, рухани жетілу, білім мәселесі, жаңа мысалы медианың дамуы, жалпы адамның ұлт ретінде дамуы, ұлтты қалай дамыта аламыз, біз ұлтқа қатысты нәрсені айтсақ, ол қызық емес. Бұл бір күрделі әңгіме, ішіңді пыстыратын әңгіме болып кеткен, содан кейін біздің осы мәдениетіміз кері кетіп бара жатыр. Маңызды мәселелер біздің арнада жиі айтылады, бірақ оны таратып талдап жатқан көрерменнің қарасы көп деп айту қиын. Егер біз отырып алып әлгі Қайран-Нұртастың әйелінің аяғы ауыр, Мейрамбек Бесбаев бір жасқа толған қызының тұсаукесерін дүркіретіп өткізді деген ақпаратты берсек, миллиондап қаралым жинар едік. Сондықтан бізді көріп отырған есті азаматтарға айтқымыз келетіні, осы шығарылымды жақындарыңызға бөлісе отырыңыздар. Лайк басып, пікір жазып, қолдап қойсаңыздар тамаша болар еді. Жалғастырайық. Қазақстанда және жалпы постсоветтік кеңістікте
жұрттың назарын бұру технологиясы бұрыннан қолданылып келеді. Саяси тұрғыдан қауіпті, қоғамды қоздыратын тақырыптар, мысалы инфляция, сайлау, реформа, жемқорлық көтерілетін тұста параллель міндетті түрде бір блогердің дауы, бір әншінің видеосы, хайпқа арналған отбасылық жанжал тарайды. Бұл ақпараттық теңгерімнің бұзылуы арқылы бақылау орнатудың классикалық тәсілі. Халық эмоцияға берілген сайын рационалдық әлсірейді, ал рационалдық әлсіреген қоғам саясатқа қызықпайды. Жалпы елімізде әншілердің қоғам санасын манипуляциялауға қашан араласа бастағаны нақты белгілі емес. Белгілісі 2016 жылы жер дауында халық наразылыққа шығып, сол кезде әнші Қыдырәлі Болмановтың тоқал аламын деген сөзі біраз шу болған еді. Кейін әншінің өзі де тоқал алуды қоғам назарын жер дауына байланысты басқаға бұру үшін ойлап таптым деп мойындады. Маған кеңесшілер осы тоқал алу туралы пиар қадам жайлы айтты. Біздің ең қымбат байлығымыз осы еді. Осы байлығымызды тәуекелге тігу керек деп кеңес берілді. Маркетологтар үлгілі отбасында өмірі болмайтын бір сөз айту керек, елді елең еткізу керек деп кеңес берді. Сонда ғана осы тоқал туралы қауесет шықты. Бұл әңгімені кім қалай ойлап тапқанын мен айта алмаймын. Себебі біз сол уақытта мүлдем басқа дүниемен бас қатырдық. Мен бұл қадамымыздан не шығатынын да түсінбедім. Бір түсінгенім бұл қауесеттің көптің назарын басқаға аударатын еді. 18 күні кешкі уақытта және 19 күні таңғы уақытта осы әңгіме осылай шыққан еді. Болманов тоқал оқиғасымен қоғам назарын осылай басқа жаққа бұрды. Ол билік тапсырма берді демесе де, ағалардың кеңесін тыңдадым деп мойындаған. Мұны бір деп қойыңыз. Сол сәттен бері елде әлеуметтік не саяси дүрбелең туса, бір танымал адамның бірдеңе бүлдіруі дәстүрге айналғандай. Мысалы, 2023 жылы Абай облысындағы алапат өрттен 14 адам қаза тапқанда, жұрттың ашуы үдеп тұрған шақта, желіге Төреғали Төрәлі есірткімен ұсталды деген видео тарады. Әншінің полициядан қашып, көлікті соғып ұсталған сәті сериалға ұқсап кетті. 2024 жыл көктемінде 80 жылда болмаған су тасқыны 10 облысты шарпыды. Төтенше жағдайлар министрлігі дайын емес еді. Халық абыр-сабыр болды. Сол кезде Бишімбаевтың соты онлайн көрсетіліп, елдің назары апаттан гөрі сол сот процесіне ауды. Сәйкестік пе, жоқ па, бірақ сот селмен қатар аяқталды. Келесі мысал, 2024 жылдың шілдесіндегі Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті. Саммит қарсаңында Әзілкеш Тұрсынбек Қабатов мас күйінде ұшақта ұсталды, соңынан Қайрат Нұртас пен Әбжапар Әлқожа да тәртіп бұзды. Әрине, бұл конспирологиялық ой, болжам ғана. Дәл осылай болды деп дөп басып айтып отырғанымыз жоқ, бірақ сәйкестік тым көп емес пе деген ой келетін анық қой. Медиа саласының маманы, бұл біздің елде орта тап қалыптаспағанның белгісі, дүрмекке ретіндер көп болатыны айтпаса да түсінікті дейді. Соңғы 200 жылда біздің халық сверх байлар, анандай ерекше байлар мен кедейлер деп бөлінді. Бізде орта тап болған жоқ. Орта тап Алашорданың кезінде енді бола бастаған кезде бастарын шауып, өздерін атып айдауға жіберді. Бізде ол интеллигенция деген құрды. Сонымен бізде или айлықтан айлыққа жүретін кедейлер, или кедейлерге өмір бақи кездеспейтін анандай сверх байлар пайда болды да, орталық интеллигенция, даже интеллигенцияның прослойкасы жоқ заманда, ол әрқашанда осындай болады. Халық дүрмекке еріп, халық тобырға айналады. Халық сөзіне сенетіндей интеллигенция болмаған соң, өзінің әлгі күнделікті күйбең тірліктен гөрі қоғамның мәселесін қозғайтын орта тап болмағаннан кейін, тобыр соны әңгімелеп отырады, оны билік өте жақсы пайдаланады. Осы жерде алгоритм мен биліктің мүддесі тоғысады. Алгоритмге эмоция керек, билікке тыныштық қажет. Сондықтан жұлдыз төбелесті, әнші ұсталды, блогер ұрысты деген ақпараттар екі тарапқа да тиімді. Бұқаралық ақпарат құралдары рейтинг жинайды, билік қоғам назарын басқа жаққа аударады. Ал маңызды оқиғалар күн тәртібінен ығысып, көмескіленіп қалады. Саясаттанушы Сайын Борбасов мұндай ойыннан от шықпасына кімге білдейді? Әншілер мен спортшылардың оқиғасы түкке тұрмайды, абсурд дүниелер. Қайрат Нұртастың, Қабатовтың да әңгімесіне жұрттың назар аударуы қажет емес. Әрине билік маңызды шаруаны ың-шыңсыз өткізіп алуды ойлайды. Су тасқынын алып қарайық, трагедия ғой.
ашынып тұрған халықтың назарын басқа жаққа аударуға тырысады. Мұндай әдіс тәсілдер халықты алдауға жатады. Өтірікке, өсекке құрылған қоғам түптің түбінде күйрейді. КСРО соның нақты белгісі. Кеңес одағы қаншама оқиғаны жасыруға тырысты, жасырды да, бірақ шындық түбінде ашылды ғой. Бұл тұйық шеңберден шығудың жолы қайсысы? Жоғарыда айттық, тағы қайталап айтайық. Ақпаратты да ақылмен тұтыну керек. Күн сайын не көріп, не оқитынымыз біздің ойлау жүйемізді, талғамымызды, тіпті мінезімізді қалыптастырады. Егер таңертеңнен кешке дейін кімнің тойы өтті, кім кіммен ұрысты, қай блогер не киді деген жаңалықты қарап отырсақ, миымыз сол ақпаратпен ластанады. Қадірлі көрермен, сіз әнші блогерлердің өміріне қаншалықты қызығасыз? Алыс жақын дос жараныңыз өнерпаздардың өмірін өткізген тойын қарап отыра ма? Неге пайдалы сапалы ақпаратқа сұраныс аз да хайп пен шоу-бизнес керемет қаралады, таралады? Танымал адамдар биліктің пәрменімен қоғамның назарын аудару үшін түрлі қитұрқы қадамдарға бара ма? Пікіріңізді жаза отырыңыз, лайк басып қолдап, осы шығарылым ұнап жатса чаттарда бөліссеңіздер қатып кетер еді. Өзіміз де, өзгелер де айналамызда болып жатқан жағдайды білгені дұрыс. Қайта жүздескенше.